орыс өкіметі патшаның кезінде татар молдаларды қаражат беріп, заң шығарып, қазақтың арасына дін насихаттауға жіберді. Бұл жерде миссионерлік дін тарату мақсатында жіберген, шындап келгенде бұның астарында саяси астар болды. Расында Ресей императрицасы 2-ші Екатерина ислам дініне қолдау көрсету саясатын ұстанды. Себептері мынадай еді. Біріншіден, патша үкіметі қазақтарды өз саяси уысында ұстау болды. Екіншіден, қазақтардың дәстүрлі дүниетанымын өзгертіп, өз тамырынан түп негізінен ажырату көзделді. Үшіншіден, бұл шаралар ат үстіндегі көшпелі қазақтардың жауынгерлік мінез құлқын едәуір жұмсартады деп ұйғарылды. 19 ғасырдың екінші жартысына дейін патша үкіметінің қазақ даласына ислам дініне байланысты медреселері мен мешіттер салынып, қазына есебінен діни кітаптар бастырылып, қазақтарға тегін таратуының мақсаты халықтың ақыл-ой санасын дінмен шырмап ұстап, билеп төстеу пиғылы жатты. Мысалы, Татарстандағы ұлттық рух қарсылығының онша күшті болмауы Қазақстанға да осы нұсқаны алып келіп көшіру туралы идеясын тудырды. Сондықтан қазақ жерін христиандандырудан гөрі исламдандыра түсу маңыздырақ, әрі тиімдірек, әрі пайдалырақ болды. Себебі ислам діні басқа діндерге қарағанда қазақтарға барынша жақын. Өз тамырына балтар шабар ұғым түсініктерді аңқау ел тез қабылдай қоятын. Тек көз ашық Шоқан, Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп тәрізді ағартушылар өз тараптарынан бұған қарсы болды.